Қазтрансол акционерлік қоғамында нөлдік жарақаттану жолында атты 4-ші жыл сайынғы HSC форумы өтті. Шара биылда онлайн форматта ұйымдастырылды. Мыңнан аса қызметкердің басын қосқан форумның бастапқы мақсаты еңбекті қорғау салаларындағы тың идеяларды ортаға салып, өндіріс орындарындағы еңбекті қорғау салаларын дамыту. Форумға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы мен халықаралық компаниялардың өкілдері, қоғамның мердігерлік ұйымдарының қызметкерлері шақырылды. Нулевой показатель – это единственный показатель, который... Нөлдік көрсеткіш. Бұл кез келген компанияның HSC саласындағы жетістіктерін көрсететін жалғыз көрсеткіш. Оның артында атқаратын лауазымына қарамастан компанияның әрбір қызметкерінің күнделікті орасан зор жұмысы тұр. Бүгінгі форум қонақтарына Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының ТШО, НКО, Қатар Петролиум компанияларының өкілдеріне алғыс айтамын. Бүгінгі алаң тек сөз сөйлеу емес, сонымен қатар HSC саласындағы озық тәжірибелермен бөлісу алаңы. Форум жаңа идеялар мен шешімдерді әзірлеудің тиімді алаңы болады деп сенемін. Форум аясында қоғамның құрылымдық бөлімшелері түрлі номинациялар бойынша арнайы грамоталармен марапатталды. Қызметкерлерді вакцинациялау және ұжымдық иммунитетті құру бойынша ең жақсы көрсеткіш үшін Батыс операторлық қызметтер көрсету басқармасы, мұнаймен ластанған тарихи жерлерді қалпына келтіру жұмысын атқарып, экологиялық іс-шараларды іске асырған үшін Атырау мұнай құбыры басқармасы, жол қозғалысы қауіпсіздігі бойынша үздік көрсеткіші үшін Ақтөбе мұнай құбыры басқармасы, жарақатсыз 1000 күн көрсеткішіне қол жеткізген үшін Шымкент мұнай құбыры басқармасы қызметкерлері марапатталды. За достижение показателя 1000 дней без травматизма награждается Шымкентское нефтепроводное управление. Мы вас поздравляем, наши дорогие участники, за ваш вклад. Форум барысында басқарушы директор Жандос Нұрланов HSC саласы бойынша компанияда атқарылған жұмыстармен соңғы 10 айға қорытынды жасады. Сондай-ақ халықаралық компания өкілдері қауіпсіздік саласындағы тың идеялармен бөлісіп, кеңестерін ортаға салды. Меруерт Палмаханова, Мұрат Уақбаев, корпоративті телеарна. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында өзен Атырау-Самара магистралды мұнай құбырының ұзындығы 22 шақырымдық жаңадан салынған 2 учаскесін жалғап іске қосу жұмыстары сәтті аяқталды. Сондай-ақ 322 километрде Бейнеу мұнай айдау станциясына қарасты мұнай қыздыру пунктінің кіріс және шығыс коллекторларының технологиялық құбырлар учаскесі қосылды. В рамках реализации инвестиционной программы был... Инвестициялық бағдарламаны іске асыру аясында 36 километр мұнай құбыры салынды. Қазір өзен Атырау-Самара магистралды мұнай құбырының жаңадан салынған учаскелерін қосу жұмыстары жүруде. Бұл алдағы уақытта магистралды мұнай құбырлары жүйесінің қауіпсіз және сенімді жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Өндірістік процесті онлайн режимде қадағалап, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін бейне бақылау қойылды. Жұмысты басқару мақсатында жедел штаб құрылды. Тұрғын вагондар орнатылып, мұнай құбыршылардың еңбек етіп тынығуына жағдайлар жасалды. Қазіргі таңда өзен Атырау-Самара магистралдық мұнай құбыры 78 сағатқа тоқтатылды. Осы уақыт аралығында Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы жаңадан салынған 22 шақырым мұнай құбырын жалғап іске қосу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалғау жұмыстарына 270 маман қатысуда, 102 арнайы техника тартылды. Жалғау жұмыстарына Атырау, Құлсары, Ақтөбе, Қарағанды және Павлодар мұнай құбыр басқармалары техникалық жәрдем көрсетіп жатыр. Жалпы алғанда 2020 жылдан бастап өзен Атырау-Самара мұнай құбыры бойынша ұзындығы 36 шақырым 3 учаске қайта салынды. Техникалық қадағалауды күрделі құрылыс және күрделі жөндеу қызметі өз күшімен жүргізді. При данной замене используется сам... Құбырлардың жаңа учаскелерін салып жаңалау кезінде құбыр көлігінің ұзақ және сенімді жұмысын қамтамасыз ететін заманауи сапалы материалдар, технологиялар мен жабдықтар қолданылды. Ауыстырылған құбыр учаскелерін іске қосу жұмыстары өнеркәсіптік қауіпсіздік пен еңбекті қорғау талаптары сақтала отырып, уақытында аяқталды. 72 сағаттан соң мұнай тасымалы қайта жанданды. Алтынгүл Меңдіхан, корпоративті телеарна үшін, Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы, Бейнеуден. Жезқазған мұнай құбыры басқармасында еңбек ететін химиялық талдау зертханашылары, тауар операторлары мен
Мұнай сапасына жауапты мамандар биыл Маңғыстау мен Атырау басқармаларына тәжірибе алмасуға барды. Бұл жанданған үрдіс соңғы жылдары үзіліп қалғанында айта кету керек. Тәжірибе алмасқан жезқазғандық мұнай құбыршылар Атырауда 3 химиялық зертхананың жұмысымен танысқан, өздеріне қажетті құралдардың қызметін меңгерген. Мұнай астанасы саналатын өңірде өндірістік өзгешеліктерде жетерлік. Кроме химической лаборатории, мы еще ознакомились. Химиялық зертханалармен қатар біз су тазалау құрылымымен де таныстық. Ол жерде де зертхана бар. Бізді әріптестеріміз сонымен таныстырды. Көп дүниелерді көріп, көп мағлұмат алдық. Өндірістік жұмыста даулы мәселелерді ортаға салып талқыладық. Батыс қазақстандық мұнай қоспаларын реверстік тасымалдау және келер жылы Жұмағалиев атындағы бас мұнайдау станциясында химиялық зертхана құрылысына байланысты ұйымдастырылған тәжірибе алмасу өндіріс үшін ауадай қажет. Бұл технологиялық процестерді әсіресе мұнай есебін жүргізу, мұнай сапасын бақылауды күшейтуді жақсарту жолында табылған оңтайлы әдіс. Бізде жоқ, темір жол эстакадасымен таныстым, қалқымалы резервуарлардың құрылыс технологиясымен таныстым, биік құрылыстарымен технологиясымен де таныстым. Өзіме болашақта жұмыс істеуіме байланысты біраз тәжірибе алмастым. Өңірлердегі құрылымдық бөлімшелердің қызметі мен негізгі технологиялары бірдей болғанымен, өзіндік ерекшеліктері жетерлік. Мамандардың кәсіби деңгейлері де әртүрлі. Сондықтан да технологиялық процестерді шашау шығармай орындауда өндірістік тәжірибе алмасу негіз болады деген үміт зор. Нұрлыбек Қизатов, Бейбіт Бөжен, арнайы корпоративтік телеарна үшін. Маңғыстау мұнай құбыры басқармасында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында мерекелік велошеру өткізілді. Спорттық шара жергілікті кәсіподақ қолдауымен өтті. Велошеруге басқарманың барлық бөлімшелерінен жұмысшылар және жас мамандар белсене қатысты. Салауатты өмір салтын насихаттауда маңызы зор спорттық мереке ерекше есте қаларлықтай өтті. Қатысушылар алдағы уақытта да мұндай форматтағы шараларға ықыласпен қатысатындықтарын жеткізді. Бүгін міне жастар арасында, мамандар арасында велошеру өткізілді. Негізгі мақсат салауатты өмір сүруді насихаттау. Велошеру нәтижесінде ерлер арасында бірінші орынды Маңғыстау мұнай құбыры басқармасы апатты қалпына келтіру пунктінің желілік құбыршысы Артур Скаков жеңіп алды. Екінші орынды өндірістік қызмет көрсету базасының электр газбен дәнекерлеушісі Игорь Гаврилин иеленді. Үшінші жүлделі орын Жетібай мұнайдау станциясының жетекші инженер-энергетигі Айдос Джамаловқа бұйырды. Әйелдер арасында бірінші орынды орталық химиялық зертхана меңгерушісі Елена Феронова-Попова, екінші орынды орталық химиялық зертхана лаборанты Елена Буркальцева, үшінші орынды кадрлар қызметінің маманы Гүлжан Қызылқұлова иеленді. Жеңімпаздар арнайы сыйлықтармен марапатталды. Бүгінгі велошеруде жүлделі бірінші орын алдым. Өте керемет сезім. Рахмет ұйымдастырушыларға. Ақтөбе мұнай құбыры басқармасында да Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай велошеру жоғары деңгейде өткізілді. Гринланд демалыс базасы аймағында өткен спорттық шараға басқарманың 13 қызметкері қатысты. Басты мақсат салауатты өмір салтын және бұқаралық спорт түрін насихаттау. Қазтрансойл компаниясы осы мерей тойға арнайы велошеру өткізгеніне алғыс айтамын. Бұл жиында велошеруде біз жарқын эмоциялар, адреналин алып, тату ұжыммен табиғат аясында жақсы уақыт өткіздік. Велошеру нәтижесінде бірінші орынды Кеңқияқ бас мұнайдау станциясының операторы Ержан Жаманқұлов және ақпараттық жүйелерге қызмет көрсету учаскесінің инженер-программисі Әйгерім Кенжеғұлова жеңіп алды. Екінші орынды тауар тасымалдау қызметінің мұнайды есепке алу инженері Нұрлан Жалмағанбетов және орталық қоймашысы Лаура Құлыкеш иеленді. Үшінші орынды Кеңқияқ бас мұнайдау станциясының операторы Ерболат Бекмамбетов және технологиялық көлік және арнайы техника цехының инженері Гүлжанат Қалдыбаев алды. Жеңімпаздар медаль, диплом және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Велошерудің басқа қатысушылары естелік сыйлық алды. Алтынгүл Меңдіхан, Мұрат Уақпаев, Маңғыстау және Ақтөбе мұнай құбыры басқармаларынан.